кеудені керней, жүректерді елітіп, тіпті кейде егілтіп шыққан тылсымын кенет өз ырғағын кілт тоқтатты. Қара домбырада тулай сілкініп, қос шектің бірі ойда жоқта оқыс үзіліп, дүние жым-жырт, ақ жайықтағысынан жаңылғандай үнсіз кейіпте. Сол сәтте сонау Құрманғазы дина күйлеріндегі ұлттық сарынды қос шекке тән қоңыр үнді жоғалтпай, тыңдаушысын халықтық дәстүрде баураған тағы бір домбыра дүлдүлі сөніп бара жатты. Өмір бойы қара домбыра шанағынан төгілген сұлу сазбен сан жылдар бойы бірге соққан әзиз жүректе әлсіз болады екен-ау. Әттең, әттең, амалың бар ма, амалың. Іздейді сені қынарлы қырат боздалаң, сағынтасың бізді жүректі баурап қозғаған, нарынды беткап, маңып барады тал түсте, бір харанар бейдасын сүйреп боздаған. Қайран тағдыр, қайран алысқасқан асылдар сынығы, нарыннан есілген саз дәуеннің сылқым серлері, сағын мен ырыспай, қаршыға мен нариман кеткен, қайта оралтпас қара жолға, енді міне еділ мен жайық арасындағы ұлттық музыка өнеріне теңізде үйлес қосқан дауылпаз домбырашы, күй серпілткенде туған өлке, құм шағылдары сусылдай шашылатын Ғатау әбішіп күйшіде кезексіз жолдар. Шіркін Ғатау, шөп басына тынағылған таңғы шықтай мөп-мөлдір, тап-таза сүйкімді келбет. Қоңыр үнмен шертіле жөнелетін қара домбырасы екеуі қосылғанда, күй боздатқан Ғатаудың ғажайып әлеміне саяхат шегіп, сан түрлі ғажайыпқа жолығысып, жан рахатына, өнер ләззатына жолығысатынбыз. Қорланды текке тартып отырған жоқпын. Ғатау біздің үйге жиі келіп тұратын. Сонда ең алдымен мен Ғатаудың өзін, домбырасын тыңдап, біраз ықылым заманғы неше түрлі қилы-қилы оқиғаларды елестеткендей болып, сондай бар басқаша бір хал кешіп отыратын едім. Сондай сәтте менің мынау домбырама қарап, қазақтың байырғы домбырасы ғой, шіркін, осының қоңыр үнімен бір әнді тартып көріңізші дейді. Сол кезде мен осы қорланып тартатын. Ғатаудың өзі де қоңыр қозыдай ерекше бір жаратылған, бір өте кіммен салыстыруға, ешкіммен салыстыруға болмайтын бір тұлға еді. Мен бұрын Алматыда жүргенде Ғатауды сырттай ғана еститінмін. Ғатаудың жеке болмысы мүлде бөлекше жаратылған болмыс. Өзінің зипа бойында бір тазалықтан, пәктіктен, бір сондай бір ақылды болмыштың маған келбетін көрсетіп, өзінің ішкі жан сезімі, көзқарасы, әлемге, адамдарға, жарық дүниеге, барлығына өзінің ойын жеткізгенде, сондай бір дүниеге ашық көзбен, ғашық көзбен қарайтын, ерекше өзінің алыста, Алматыдан, Астанадан алыста жүрсе де, осы жайықтың жағасында ежелгі қасиетті мекенде жүріп, сонау ықылым заманғы күйлерді қаз қалпында сақтаған өзінің
ерен, жай ғана домбырашы емес, ойшыл, күйші болмысын танытқан маған ерекше құбылыс болып көрініп, екеуміздің арамызда ағалы, інілі адамның достығы басталды. Атырау сан ғасырлар бойғы небір дарынды домбырашылардың ұялы отанына айналды. Бұл тәңірдің сыйы, талантты жалқұйрықтардың бағының ашылуы, сол ортадан оймақтай орын тапқан Ғатау күйшінің перне шертісі, домбырасының серпіле сөйлеуі қалай десек те, тек олар қалдырған, қол таңбаға ғана ұқсайтын құбылыс тәрізді елес беретін. Баяғы Қырманғазы, Дина, Дәулеткерей, Түркеш, Есжандар домбырасы не дейді, қалай сөйлейді, және не деп қуанып, не деп мұңаяды. Ол шерткен әр күй желісі де, осы тұңғиық құбылысты дәл сол құдіреттердей суреттеуі, өнер сүйер қауымды әрқилы сезімде баурай жөнелетін. Қазақ күйінің тілсіз музасында тұнып жатқан замана тынысы, өмір құбылысының шаттығы мен азалы мұңын көркем күйінде суреттеу, баяғы заманғы күйшілердің игі дәстүріне қылау түсірмейтін қас талантты күйшілерге ғана бұйырған несібе. Жалғандық, жасандылық, желекпе мінезбен жадағай шертіс қуған, тіпті алып сахналардың серкесіне айналған дуылдақ, дызылдақ жас күйшілердің дабырынан жалыққан сәтте, Ғатау домбырашының жанынан табылып, демі мен лебі бар самалалы күйлерін тыңдауға және асығатынбыз. Сарыарқаны жұлдыздай ағызып, серперді самғата сұлуландырып, көрі құлыны тәкаппар сезіммен тебірентіп, балбырауынды балбырата балықтып, әсем қоңырды еміренте мөлдіреткен, баға жетпес өнер байлығының есімен бірге ғұмыр кешкен біз қандай бақытты едік. Ешқандай кәсіби білім алмаса да, сол дала сахнасының шебері болған, хас шебері болған орындаушылардың қатарына осы Ғатау ағамды жатқызар едім. Ғатау ағам туралы айтқан кезде менің есіме түсетіні, сол сонау кішкентай кезімнен есімді білгелі жалпы ағамыздың біздің отбасымызға жақын болғаны, әкемнің бауырындай болып, туған інісіндей болып араласқаны, сол өмірден өткен кездеріне дейін сол бір-бірінен ажырамай бірге жүргені, әрбір сондай кештерге қатысқан екеуі бірге күй тартып, бірге жүретіндері менің көз алдымда қалды. Ахмет Жұбанов академиктің айтып кеткен сөзі бар ғой, әрбір домбырашы өзінің мінезін ойнайды деген. Ғатау ағамда сол өзінің мінезі сипаттас, өте домбыраны сыпайы ойнайтын, мәдениетті ойнайтын. Ол кісі ешқашан қатты қағыс дегенді жібермейтін. Менің ұстазым Айтқали Тілепқалиұлы Жайымовтың айтқан мынандай тамаша сөзі бар. Егер де өздерінің басқа мамандықта жүріп, осындай күйшілікті өздеріне серік еткен адамдарға күйдің профессор деген атақ беретін сондай жағдай болса дейді, мен ең бірінші қылып осы Ғатау ағаны атар едім деген. Сондай, осындай айтқан сөздерден кейін әрине Ғатау ағамның қаншалықты шебер күйші болғандығына менің алып қосарым жоқ. Ғатау бішіп талғаны биік, ой терең, өзінің парқын өлшей білетін сырбаз мінез музыкант. 1941 жылғы өзі дүние келген Манаштың бұйырғынды боз даласындай тап-таза филде жаратыла қалған дала перзенті. Тұғыры құтты туған жерінде пернелерге саусақтары жетпей, талай күйзеліске түскен ойын баласы, сан жылдар бойы күй додасы бәйгесіне қосылып, талантының бабын келтіріп, бағын жандырды. Новоград селосындағы аты алысқа естілетін Амангелді орта мектебі, Алматы зооветеринарлық мал дәрігерлік институты ұлт аспаптар оркестрінің сапындағы шыңдалудан соң
ол өнер биіктерінен байқала бастады. Байқалғанда, бар болғанда қандай еді? Ол 1957 жылғы жастар мен студенттердің бүкіл дүниежүзілік 6-шы фестивал лауреаты атанып, 1960 жылы Қазақ КСР-ның 40 жылдығына орай Алматы қаласында өткізілген студент күйшілер арасындағы республикалық конкурстың бірінші орын иеленді. Өрге салсаң төс көзған Ғатау Әбішев күйші 1998 жылы Құрманғазы бабаның туғанына 175 толу аймақтық домбырашылар конкурсының гран-при жүлдесі иегері болып жарқ еткені де жадымызда. Ол 2009 жылы Алматы мен Стамбулда өткен Орта Азия халықтарының дәстүрлі музыкалық мәдениеті халықаралық фестивалында, ал 2014 жылы Түрік мемлекетінде Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі құрамымен бірге барып, жеке дара Құрманғазының Төремұрат күйін жазғы күнгі нөсер жаңбырдай төкпелетті. Академик Ахмет Жұбановтың алдындағы сынақтан өтіп баталған күмбір кеуде, ағынды бұлақты өнер серісі әуесқой сазгерлік қырменде танылды. Желтоқсан, Зейнеден, Қайран Қаршыға, Ерқосай, Ілия Толғау сынды 20-дан астам күйлермен бірге Өмір өзен, Мұнайлы менің мекенім, Ақстауым, Сағыныш, Ақжеңеше сынды бірнеше әндерін елте тыңдаған өнер сүйер ағайын, бұлыңғыр күннің артынан бұлтты түрер күн шығар деген рас екен-ау деп, қос шекті қара домбыра арқалаған Ақтангер ағаның жайдарлы жүзіне көз салып, көңілдерін жадыратты. Қазақстанның мәдениет қайраткері Ғатау Әбішевтің жан досы Нұралы Ажғалиев ақынның шын таланттар үн-түнсіз жүреді де, тарлан тартқан шағында шыға дөрге деп жырлата айтқанындай, өмірін өнеріне өзек еткен майталман тұлға 70 жас мерейтойына орай өнер мен өрнектелген өмір атты жеке естеліктер кітабын дүниеге әкелді. Ғатаудың шертісіне сүттей үйіп, о шіркін, кешегі Құрманғазылар қалай өткен, Құрманғазының ар жағында халық күйлерін шерткен керемет күйші абыздар қалай болып өткен, соның барлығын қалтқысыз, сондай қылау, ешқандай қылау жұқтырмай, біздің заманға әлгі қазып алтында жеткізіп отырған Ғатаудың суреткерлік ойшылдығына еріксіз таңғалып жүрдім. Мұхтар Әуезовтің мына сөзі есіме түседі. Суреткердің ішкі жан дүниесі бай болған сайын, оның шығармасы да көрікті болады деген сөз есіме түседі. Міне Ғатаудың осы шертісі, әрбір күйі, домбырасының жай құлақ күйін келтіруінің өзі, сосын шегі қандай шектен жаратылған, бұл баяғы қойдың шегі ме дегендей таң тамаша болам. Ғатаудың музыкалы галереясы сондай бай, сондай көркем, сондай қызықтыратын, таңғалдыратын, табындыратын үлкен репертуар болып шығады. Өзің шығарған күйлері бұл бөлекше дүние. Ол күйлер, және шығарған лирикалық әндері бар. Бұлардың барлығы баға жетпес, жыл өткен сайын болашақта ашыла беретін таңға жайып сырлы дүние. Ол жай ғана күйлер емес. Ол өмірдің
біздің өміріміздің әрбір оқиғасына байланысты. Әйтпесе жеке бір тұлғаларға, мысалы Әбіш Кекілбаевқа арнаған Кемеңгер деп аталатын болу керек. Сол күйі, сол күйді толғағанда қайта тыңдағаным бар. Сонда бұл ойлы толғау. Орысша айтқанда размышление. Ойлы толғау. Бұл баяғы анау мысалы классиктердің жаңағы өмірімен салыстырсаң, Бетховеннің терең сезімді симфониялардың бір тарауы сияқты. Ғатау Нәсіпқалиұлы 1963-67 жылдары Забурун кеңшары бас мал дәрігері, 67-69 жылдары Балықшы аудандық мал дәрігерлік станциясы бастығы, 70-82 жылдары Гурьев облыстық ветеринарлық зертхана директоры, 82-91 жылдары Атырау облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы ветеринария бөлімі меңгерушісі, 91-2007 жылдары Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринарлық қадағалау және бақылау комитетінің Атырау облысындағы басқармасының басшысы, бас мемлекеттік инспекторы сынды лауазымдардан өтіп, облысымыздағы мал шаруашылығы өркендеуіне сүбелі үлесін қосқан ауыл шаруашылығы саласының білікті маманы, тәжірибелі ұйымдастырушысы. Ғатау Нәсіпқалиұлының мемлекет алдындағы абыройлы еңбегі Қазақстан Республикасының құрмет ордені және бірнеше мемлекеттік медалдармен атап өтілді. Құдайда жақсылығымен тек дархан пейілді адамдарды жарылқайды дегені рас екен ау. Жібек мінез, жарқын жанар, кірлемес көңілді ақжелең ағаның, айдай жарқыраған айманымен өткізген ғашықтық ғаламатына бөленген жылдары да күн төгілген көктемдей жайдарлы, көз қызықтырған әсемдігімен асқақ еді. Асыл тастың сынығындай айманымен ерте қоштасып, нәзік жүрегін іштей мазасыздандырғанымен, өтеуімен бейбіті, бейбі нұрымен ақмаралын өмір тіректерім деп, оларды аймалай саялады. Есейе тартқан ғұмырын бал күлкілерімен ажарландырған бес немере де күйші атаның енді ғана көгере бастаған жас қайыңдары болатын. Ағылшынның ақсүйегі Байрон ақын перне бойлап он саусақ жорғаласа, пештен үн келгендей қоңыр салқын демеуші ме еді. Жымия күліп, жарқырай жүріп, жерлестерінің жан сәулесін жадырата жүретін. Сұңғыла саңлақ, өткен күзде күңгір дүниенің жұмағына қарай жалғыз аяңдап кете барған. Мешін жылының да қара сауып тамамдалып түгесілмек ойы бар. Бірақ мәңгілік музасын шерткен саңлақ ғұмыр бізге қайтып оралмады. Көңілдерді Ғатау серге деген сағыныш сезімі торлап алды. Жайықтың ерке суындай, ентелеп соққан жағаны, тулаған көңіл құлындай, сағындық сері ағаны, кеудемді ашып самалдап, бетке алып байтақ даланы, құмнарын жаққа алаңдап, сағындық сері ағаны. Айналып мерей мақтанға, халқына болған бағалы, ойын той қызып жатқанда, сағындық сері ағаны.